Олай болса, балалар, келесі сіздердің шығармашылықтарыңызды талап етеді. Яғни бірнеше жағдаяттар берілген. Сол жағдаятты бүгінгі сабақта алған білімдеріңізді байланыстыра отырып, яғни диалог құрастырамыз. Алдағы алған білімдеріңізбен байланыстырып, балалар. 2 минут уақыт беріледі сіздерге. Бұл жерде сұрақ жоқ, балалар, сіздерге бір ұпай. Қазанат тобы 22-ші яшық. Өзі біліп іс қылғанды. Жауабы тексеріп көрейік. Қамшы салдырмас. Дұрыс. Сіздерге бір ұпай Қазанат тобына. Ала қойыңыз ұпайыңызды. Келесі топ